Көзімнің қарасы, көңілімнің данасы. Дүние жүзі біледі ол кісіні. Қандай адам екен? Не бір нақыл сөздері бар, өлеңдері бар. Ғылымды іздеп, дүниені көздеп, екі жаққа үрдім, құлағым салмас, тілімді алмас, көп наданнан түн үрдім. Екі кеме құрығын, ұста жетсе бұйрығын, жаяуы қапты, атысы шапты, қайырылып сөзден кім ұсын. Іште дерт қалын, ауыздан жалын, бұрқ етіп көзден жас жасын, күйдірген соң. Біз жұртты елең етіп, өзімізге қарай баулып тарту үшін, яғни біз ең бірінші Абайдың образын ойландық. Яғни жас Абай. Жас Абай кезінде не айтқысы келді? Жұртқа нені жеткізгісі келді? Сол себепті біз бүгін біріміз Абайдың образын салып, Абайдың қара сөздерін, оның өлеңдерін жұртқа кеңінен насихаттайық деп, жастар болып, Төле би ауданының жастары болып, кеңінен насихаттайық деген ой болды бізде.